Юлий Цезарь өмір сүрген бе? Мартин Лютер Кинг азаматтық құқық үшін күресті ме? Иса өзін Құдайдың рухани ұлымын деп айтты ма? Уильям Шекспир расында Гамлетті жазды ма? Джон Ф. Кеннеди саяси себептермен өлтірілді ме? Радикалды лаңкестер 2001 жылы қыркүйектің 11-інде екі ұшақпен егіз мұнараны жарып 2900 адам қаза тапты ма? Иса Мәсіх өлімнен қайта тірілді ме? Осы сұрақтардың барлығы ғылыми тұрғыдан зерттеу саласынан тысқары. Неге? Өйткені олардың ешқайсысын бақылауға алынатын, қадағалау жүргізілетін, деректер жиналатын және гипотезаны эмпирикалық тексеретіндей ортада қайталай алмайсыз. Бұл сұрақтар, олар не шын не өтірік болсын, тарихпен етене байланысқан, әрі оларды қайталау мүмкін емес. Сондықтан да біз тарихи құқықтық әдісті қолдануымыз қажет. Басқаша айтқанда, қорытынды не үкім ұсынылған дәлелдердің жеткіліктілігіне негізделіп шығарылуы тиіс. Мен Иса Мәсіхтің жеке тұлғасын зерттеуге кіріскенімде, мен дәлелдерге қарай бастадым. Иса Мәсіх өзін Құдайдың рухани ұлымын деп қана қоймай, оның үшінші күні өлімнен қайта тірілгендігіне дәлелдер жеткілікті ме? Мен өз қорытындымды шығарып, үкімді талап ететін жаңа айға қайдарлы үлкен кітап жаздым. Менің адал ниетпен, тарихи тұрғыдан жүргізген зерттеулерім Иса Мәсіхтің үшінші күні өлімнен қайта тірілгенін көрсетті. Бірақ сіз оны ғылыми тұрғыдан дәлелдей алмайсыз. Бұның шындық екенін тек тарихи құқықтық әдіске жүгіну арқылы ғана растай аласыз.